Армысың қазақ, мен қазір сіздермен мына видеороликті бөліскім келіп отыр. Бұл жерде Ресей азаматтары Европа еліне, анарға айтқанда Германияға қыдырып келген. Бірақ бұл жерде мен не айтқым келіп отыр? Қазіргі кезде Қазақстанға, тағы басқа елдерге Ресейдің азаматтары виза алып шығып жатқандары бар. Себебі Ресей мен Украинаның арасындағы қақтығыстың арасында Ресей азаматтарына, Ресей мемлекетіне санкция салғандарын білесіздер. Бұл жерде мен не айтқым келіп отыр? Жақында ғана бір видеороликті көрдім. Ол жерде Ресей азаматтары Украинаға 2 жылға, 1 жылға жұмыс істеуге келген. Алайда олар өздерінің соткаларымен Украинада болып отқан жағдайларды, қай жерде қарулы күштердің орналасқаны, қай жерде қандай мұнайлы заттар барын, соны сотка арқылы ақпараттар жіберіп отқан. Сол себептен бұл жерде мен айтқым келіп отыр. Қазір Қазақстанға Ресей азаматтары виза ашып, визасыз да, визамен де кіріп жатқандары бар. Бірақ олар не мақсатта, қандай мақсатта Қазақстанға кіріп жатыр? Олардың тәжірибелері қандай? Білім беруге келіп жатыр ма, жұмыс іздеуге келіп жатыр ма? Ол жағын қазір бізде Қазақстанда тексеріп жатқан жоқ. Қазақстанға негізінде шетел азаматтар келгеннің өзінде оларды жіті тексерген дұрыс болады да. Себебі бізге Қазақстанның экономикасын көтеретін, Қазақстанның экономикасына өзінің күшін қосып, дәрежесін көтеруге белсенді кірсем деп жатқан азаматтар болатын болса, бизнесмен, олар қабылдауға болады. Бірақ бұл жерде қарасаңыздар, Ресейдің жаппай азаматтары келіп жатыр. Бірақ олардың жұмыс тәжірибелері қандай мақсатта келіп жатыр, не мақсатта келіп жатыр, Қазақстанға қандай пайдасы бар, ол жағын анықтап жатқан еш нәрсесі жоқ. Бұл жерде айтпағым, мына видеороликке қараңыздар. Қазір Германияда жүрген Ресей азаматтары осы видеоны түсіріп, мен қазір тек қана бір ғана видеороликті көрсетіп отырмын, бірақ Ресей азаматтары осындай ақпараттарды өзінің еліне пайдасы ретінде жіберіп отыр. Сырттан келіп жатқан азаматтар болса да, Қазақстанның экономикасы көтеру үшін, Қазақстанның ауызбірлігі сақталып қалу үшін, мемлекетіміз сақтап қалу үшін сырттан келіп жатқан өзге ел азаматтарын жіті тексеріп қана қабылдаған дұрыс болады деп өзім ойлаймын. Әлбетте арамызда депутат Айдос Сырым сияқты өзіміздің шала қазақтар, не болмаса мәңгүрт қазақтар бар. Олар әлбетте Ресейдің келіп жатқан азаматтарын қазақтарға араңдатпа, ауызбірлік керек, тыныштық керек, елімізге деген сияқты әңгімелерін айтады. Шынтуайтына келгенде ғаламторда өздеріңіз қаласаңыздар, Ресейден келген журналистерді айтпай қойып, өзіміздің арамызда жүрген орыс журналистері Қазақстанда қазақ азаматтары, орыс азаматтарын қазақша сөйлейді деп қиындық көрсетіп жатыр. Не болмаса тарихты білмейді. Қазақстанның көп жері, тіпті болмағанның өзінде Қазақстан Ресейге рахметін айту керек, Ресей болмағанда Қазақстан болмайтын еді деген сияқты ақпараттар таралып жатыр. Бұл жердегі нақты айтпағым, Қазақстан қазақ болып, халық болып, басымыз бірігіп, бір ауыздан өзіміздің елімізге мән бермейтін болсақ, жоғары жақтағы көздері терең, көздері соғыр, милары мәңгүрттенген депутаттар елінің жағдайын ойламайтын секілді. Олар түбінде Қазақстанның қаза байлықтарын сатып қашпақтан басқа Қазақстанның болашақта Қазақстанның қамын ойлайды деп мен ойламаймын. Офигеть, офигеть. Смотрите, что творится. Куда едем, куда мы ходим. Охуеть. Один танк стоит 18 миллионов евро. Пидоры, блядь, да? Смотри, что делать. Охуеть, блядь. Это Зоист. Вокзал, ЖД вокзал. Сука, прикинь, да?